Сәлем достар, мен сіздермен бүгін қант диабеті ауруын талқылайтын боламын. Бұл ауруды алған себебім қазіргі замандағы ең өзекті аурулардың бірі болып келеді. Тек қана үлкендерде ғана емес, кішкентай балаларды бұл ауруды жиі кездестіреміз. Енді бұл ауруға анықтама бере кететін болсам, қандағы глюкоза немесе қанттың деңгейінің шамадан тыс жоғарылап кетуі және инсулин гормонының төмендеуі немесе инсулин гормонын танитын рецепторлардың бұзылысынан болатын ауру деп қысқаша айтсақ болады. Енді нормада негізі қант деңгейі немесе глюкоза деңгейі бізде 3,4, 5,6, соңғы деректерге байланысты 6,1-ге дейін барады, миллимольге дейін барады. Если мысалға біз қанттың деңгейін анықтауымыз үшін бізге глюкометр деген аспап қажет. Оны мысалға ауруханаларда барлығын анықтайды. Бірақ та бұл аспаппен анықтау үшін біз ашқарынға баруымыз керекпіз. Неге? Себебі көбіне көп мысалға тойып тұрған кезде де сіздің глюкозаңыз шамадан тыс жоғары болып тұруы мүмкін. Сол үшін де ашқарынға барып тексерілгеніңіз дұрыс. Егер ашқарынға глюкоза деңгейі жоғарыласа, біз ең бірінші диабетке күдіктенеміз. Енді бұл аурудың бүгін біз механизмін және патогенезін және бұл аурудың симптомдары мен емін талқылайтын боламыз. Ең бірінші бұл аурудың механизміне келетін болсақ. Ең бірінші норма адамда, яғни ауырмаған қант диабеті жоқ адамда қалай болады? Мысалға бізде глюкоза деген зат бар, яғни углевод. Оны біз тағам арқылы қабылдаймыз, ал енді бұл глюкозаның жасушаға энергия ретінде таралу үшін бізге гормон, инсулин деген гормон көмекке келеді. Бұл гормонның механизміне келетін болсақ, ол үшіншілік механизм бойынша жасушаның мембранасының өткізгіштігін артады. Значит, мынау жасуша болатын болса, глюкоза оның сыртында тұрады да, осы инсулин арқылы ғана глюкоза жасушаның ішіне қарай кіреді. Сөйтіп анаэробты, аэробты глюколиздер болып бізге энергия ретінде жұмсалып отырады. Глюкоза әсіресе миға және де эритроцитке ең важный керек зат болып келеді. Ал енді бұл нормадағы адамда, ал патологиялық қант диабеті бар адамда инсулин гормоны төмен болады, немесе рецепторлары дұрыс танымайды. Соған байланысты біз қант диабетін екі түрге бөлеміз. Бірінші түрі бұл инсулинге тәуелді түрі. Неге бұны инсулинге тәуелді түр деп атаймыз? Потому что организмде инсулин жоқ. Не үшін инсулин жоқ болуы мүмкін? Ол ұйқы безінде проблема болса, ұйқы безінде ісіктер болса, фет таралшықтарында дұрыс емес бір жағдайлар болған кезде инсулин адамда түзілмей қалады. Соның әсерінен біріншілік диабет болады. Ал екіншілік диабет көбіне толық адамдарда болады. Ол май қабаттары инсулиннің рецепторларын жауып тастайды. Сол үшін де инсулин бар да, бірақ организмде, бірақ ол организмге кіре алмайды. Өйткені рецепторлар дұрыс танымай қалады. Сол үшін де осында екі түрін ажыратамыз. Маған көп жағдайда мынандай сұрақтар қойылады. Неге мысалға бір қант диабеті бар адамдарда, ауыратын адамдарда неге біреулері арық болады, неге біреулері толық болады деген. Әрине дұрыс сұрақ. Ең бірінші, неге кейбіреулері арық болады? Себебі бұл инсулинге тәуелді бірінші түрі қант диабетінің. Бұндай кезде адамның арық болатын себебі бізде инсулин гормонының қызметі анаболитикалық. Липогенезге қатысады, нәруыздің түзілуіне қатысады, бірақ глюкозаның ыдырауына қатысады. Ал инсулин гормоны жоқ болғаннан кейін организмде ол инсулин болмағаннан кейін липолиз деген процесс жоғарылап кетеді. Соның әсерінен бізде майлардың ыдырауы жоғарылайды. Соның әсерінен адамда арықтау процесі жүреді. Ал екіншілік түрі неге мысалға толықтық болады дейді. Мына жағдайға жауап бере кетсем, бұл толықтық деген қант диабетіне алып келуі мүмкін, немесе қант диабеті семіздікке алып келуі мүмкін. Ол қалай? Мысалға айттым ғой бағана, май рецепторлары жауып тастап қант диабетіне алып келеді деп. Ал толықтыққа алып келетін себебі, мысалға бұл инсулин жасушаға кіре алмайды да, бірақ гиперинсулинемияның әсерінен майда липогенез процесін жоғарылатады. Соның әсерінен адам семіріп кетеді. Енді бұның ем шарасына келетін болсақ, ең біріншілік инсулинге тәуелді түрінде көбіне кішкене қауіптілеу болады. Ол кезде жаңағы инсулинмен емдейді. Ал екіншілік түрінде емдәмен, яғни диетамен инсулинсіз емдеуге негізі болады. Мысалға маған мынандай сұрақтар көбіне келеді. Глюкоза дейді да, энергияның көзі дейді. Шынымен де энергияның көзі, бірақ осы организмде қанда глюкоза көтеріліп кеткен кезде неге менде энергиям артпайды, наоборот мен әлсіреймін, өзімді жаман сезінемін, неге мынандай аурулар болады дейді да. Мынаны түсініп алыңыздар. Ең бірінші глюкоза, шынымен де қанда көп, бірақ бұл жерде проблема гормон, инсулин гормоны болмағаннан кейін
глюкоза қанда қанша повышенный болып тұрғанмен де ол жасушаның ішіне қарай ене алмайды. Значит, жасушада ол энергия қызметін атқара алмайды. Сол үшін де адамда ауру, әлсіздік, сондай процестер болуы ол қалыпты жағдай. Бірақ та бұны емдеу керек. Ауру кезінде қалыпты деген ғой. Одан кейін бізде бұл аурудың, яғни қант диабетінің бізде симптомдарына келетін болсақ, бірінші симптомы бізде полиурия, полидипсия, полифагиямен кездеседі. Бұл ауруларды, бұл терминдер айта кететін болсам, полиурия деген ол зәрдің көп түзілуі. Неге зәр көп түзіледі? Потому что бізде глюкоза осмостық қысымы жоғары зат. Осмостық қысым деген ол өзіне қарай суды тартқыш зат деген сөз. Яғни мысалға бүйректік меже кезде 8-8-10 болады ол глюкоза, зәрге түсіліп кетеді сол кезде. Сол кезде ол өзімен қосып суды тартып алады екен. Өзімен қосып суды тартқаннан кейін бұл жерде көбіне зәр шығару процесі жоғарайды деген сөз. Ал полидипсия болатын себебі, яғни біз көп зәрді түзгеннен кейін адам ол әрі қарай шөлдеу процесі болады. Ал полифагия болатын себебі бізде мысалға қант диабеті кезінде айттым ғой, инсулин гормонының бұзылысы деп, инсулин гормоны дұрыс болмағаннан кейін ол жерде бізде жаңағы липолиз процесі жоғарылап кетеді, наркоздардың катаболизмі жоғарылап кетеді. Соның әсерінен адамда тез жаңағы метаболизм жоғарылап, ыдырау процесі күшейіп, адамның қарны тез ашады. Осы қант диабеті бар адамдарда органдарға қалай әсер етеді деген сұрақ. Органдарға, мысалға жүрекке, бүйрекке әсіресе көп нашар әсер етеді. Неге? Өйткені бізде осы глюкоза, мысалға жүректе артерия деген тамыр бар да, оның қабығында наркоздар болады. Сол наркоздарды гликозирлеп тастайды. Соның әсерінен оның эластин талшықтарының, яғни артерияның серпімділігін жоғарылатып жүреді. Сөйтіп жүректің қызметін нашарлатады. Тек қана там жүректе ғана емес, бүйректе де бар ғой шумақтарда. Сондықтан бүйректің қызметін нашарлатады дегендей. Және көзде бізде кристаллин деген белок бар. Ол кристаллин белогы да гликозирленіп, соның әсерінен адамда катаракта болуы мүмкін деген сияқты. Және тағы да бір нәрсе айта кететін, көбіне көп мысалға осы қан айналымының бұзылыстарынан, мысалға жара тез жазылмайды осы қант диабеті кезеңінде, олардың әсерінен адамда гангрена болуы мүмкін. Ол өте асқынған түрі, бұндай жағдайға дейін апармау керек. Одан кейін гипергликемиялық комаға келетін болсам, гипергликемиялық кома деген ең асқынған түр кезінде адам глюкозаның жоғарылап кетуінен комаға ұшырайды. Бұл кома не үшін болады деген, оның зияны қандай деген сұрақ. Кейбір кезде біз қант диабеті бар адамдарда, мысалға туысқан апаларымыздан бір иісті сеземіз да, ол иісті алмұрт иісі дейді, кетон иісі дейді. Бұл иіс не үшін болады? Бұл иістің болу себебі бізде глюкоза қызмет атқара алмайды ғой адам организмде. Соның орнына бізде кетон денелері жұмыс атқарады. Сол кетоннан шығып тұрған иісті біз ацетон иісі немесе алмұрт иісі деп атайды екенбіз. Мен неге бұны айтып жатырмын? Гипергликемиялық кома кезінде вот именно осы ацетон немесе кетон иісі шығып кетеді адамның организмде. Осы кезде білеміз, бұл жерде гипергликемиялық кома болып жатыр деп. Ол кезде адамда қандай процестер болады? Біз білеміз, глюкоза мен басында айтып өттім, мименен әсіресе эритротитке ең қажет зат деп. Өйткені мысалы майлар болсын, мысалға мидағы барьерлерден жаңағы альбуминді тасымалдап өте алмай қалады да, тек қана глюкоза өтіп энергия береді мысалға миға. Сол кезде мысалға адамда гипергликемиялық кома кезінде глюкоза жоғарылап кетеді да, оның орнына кетон жұмыс жасайды ғой. Бірақ ол кетон жұмыс жасаған күннің өзінде андай ми негізі кетонды қатты қабылдай алмайды. Бірақ қатты енді қиын жағдайларда қабылдайды да, бариден кішкене өтеді. Ал вот именно эритротит бізде ол кетоннан энергия алмайды, потому что эритротиттің бізде митохондриясы бар да, ал кетон денелері тек қана бұл митохондриясы жоқ, митохондриясы бар организмдерде ғана жұмыс атқарады. Значит, эритротиттің митохондриясы жоқ болғаннан кейін бұл жерде кетон жұмыс атқара алмайды деген сөз. Сол үшін де мысалға эритротит жұмыс атқармағаннан кейін гемоглобиннің қызметі бұзылады, оттегі дұрыс тасымалданбай қалады. Оттегі дұрыс тасымалданбағаннан кейін жүректе, бүйректе бүкіл организм оттекпен жұмыс атқарып отырады ғой. Оның бәрі болмағаннан кейін адамда өлім болуы мүмкін. Сол үшін де бұндай комаға дейін апармауымыз керек біз. Сау болыңыздар, ауырмаңыздар.